Егер сіз жүргізуші болсаңыз, осы видеоны қараңыз. Мына жерде екі бағытты бөліп тұрған сызық, сплошной линия. Мына жерде үзік линия бар, яғни бұл жер кері бұрылуды орындауға арналған орын. Енді қараңыз, сіз кері бұрылысты орындайын деп жатырсыз, мына жақтан келе жатырсыз, осы жолаққа түсіп, мына жақта бір көлік кері бұрылмақшы. Ол поворотнигін жағып тұр. Поворотнигін жағып, мына шетке ысырылып, осылай бұрылуға дайын тұр. Енді қараңыз, ол көлік мына жақта сіздің жолдағы көліктердің барлығын жол беріп барып, бұрылысты орындайды. Дұрыс қой. Енді қараңыз, сіз мына жақта келе жатырсыз, сіз алдын ала поворотник, яғни бұрылу көрсеткішін жақпасаңыз, солға қарай, ол көлік сізді де күтіп тұрады, сіз мына жерге келем дегенше. Егер сізден басқа көлік жоқ болса мына жерде, және сіз поворотнигіңізді кеш мына жерге келгенде жаққан болатын болсаңыз, мына көлік сіз келем дегенше сізді ол ойлады, тіке жүріп кетеді деп сізді күтіп тұрды. Бұл өте дұрыс емес. Бұл бір жағынан ереже бұзушылық, екінші жағынан бұл жүргізушінің мәдениетіне жат қылық. Сондықтан да, құрметті оқырмандар, сіз ережені бұзбаңыз. Бұрылатын болсаңыз, алдын ала поворотникті жағыңыз, осы жерде поворотникті жағыңыз. Сіздің арттағы көліктерде келе жатқан, олар мына жолаққа ауысып өтіп, сіздің бұрылғаныңызды күтіп тұрмас үшін алдын ала ауысып өтуіне мүмкіндік жасаңыз. Ол көліктер сіз жаққаннан кейін, мына артыңыздағы көліктер, сіз мына жерде жақсаңыз, мысалы, артыңыздағы көліктер келеді, сіздің бұрылайын деп жатқаныңызды осы жерге келгенде біледі, сіз тұрып қаласыз. Ол көлік мына жерде тұрады, сосын мына жолаққа ауысу оған қиындау болады. Әзірге мына көліктерді күтеді. Сол себепті сіз алдын ала жақсаңыз, ол кезде мына көлік көрді, сіздің бұрылуға ниеттеніп жатқаныңызды. Сіз жүріп келе жатырсыз, бірақ алдын ала жағып қойдыңыз. Сосын мына көлік жүріп келе жатып, мына оң жақ жолаққа ауысып кете қояды. Ешкімнің жолына кедергі жасамайсыз. Ол көлік жүре береді. Одан кейін мына көлікте сіз ерте жаққан кезде, егер мына жақта ешқандай көлік болмаса, ол сіздің мына жерге келгеніңізді күтпей, ол да бұрылысын орындай береді. Құрметті оқырмандар, сауатты жүргізуші болайық, мәдениетті жүргізуші болайық. Жол ережесін біліп емес, түсініп жүрейік.